сабын жоқ деген нәрсе, ол оның жайында басқа қант кәмпит май жайында айтпай ақ қоюға болады. Сабын қол жуатын кір сабын жоқ, кір сабын сатып алуға. Порошок жоқ. Сондай заманда біз театр аштық. Миллиардтап ұрлап кетесің де, түрмеге отырасың да, 3 жылдан кейін барып, жақсы отырды, күштетті. Айналайын, андай ақшамен мен де отырамын. Жақсы камера, жақсы тамақ, жақсы кино, арасында қыздар келіп тұрса, достарың арақ жіберіп тұрса, сотовый телефон қолда, тек қана ешқайда шыға алмайсың 4 стенаның ортасында. Тәртіпті болып өмір сүрді дейді да, шығарып жібереді. Шанс бермеу керек. Бізде ату жазасын, өлім жазасын кіргізу керек бізде конституцияға. Біз жөнмейміз. Өлтірдім деп тұрса ол. Өз қолымен камерадан бәрі көрініп тұрса, өлтірген деген бәрі не болса. Ал енді қатының сөйлер екен деп өлтіре беретін болса, онда айыл қалмайды ғой Қазақстанда. Өлтіру үшін саған 1 секунд уақыт керек, адам өмірін үзу үшін. 1 секунд тығып алу керек, болды, өлді. Немесе басынан бір ұрдың, өлді. Но ана сияқты қаншама уақыт өлгенге дейін тосып отыру, ол енді адамның қолынан келмейді, ана бар ғой. Звер ғой кәдімгі. Нәпсіге, ашы шампанскийді ашып бол. Шынар бар ғой, Шынарға кірдік та, одан кейін барып жоқ екен, саған кіре салдық енді жолда. Немене, Шынар бар болса кірмейсің бе үйге? Шынар келді ғой деймін. Ойбай, Әлеке, мынау бар ғой, менің күйеуім. Сен түсінесің ғой, менің күйеуім қызғаншақ екен. Әлеке, мынауыңды көзін жоғалт бірден кел. Сен күйеуің командир болып кетемін ғой. Ойбай, білесің ғой, міне қазір келіп қалу керек. Күйеуің өзің не болады? Ақымақ, бұны күледі, дәу қара, мынандай боксер өзі. Ой, бүйтіп қаланың қатындарына келгенше базар күні жанда жатқаным артық, мен қаштым мен. Балкон қайда? Қайдағы балкон? 9-шы этажда тұрмыз ғой, 9-шы этаж. Ай, Әлеке, неға тығыл сен? Алматаға бүгін студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сізбен сұхбат алу ой маған баяғыдан келген. Біріншіден мені білгім келгені осы баяғыдан біз бала кезімізден Бауыржан шоу легендарный театр деп айтсақ та болады. Соны көріп өстік, мысалы үшін қаншама эмоция алды, қаншама күлдік бәріміз отбасымызбен бірге. Бірақ сіз сол Бауыржан шоудан кейін бірталай жылға былай жоқ болып кеткен сияқты болдыңыз. Мен қателесем бе, әлде шынымен солай болды ма? Жоқ, қателеспейсіз, шынымен солай болды. Өйткені Бауыржан шоу үлкен резонанс берген театрдың біреуі. Қазіргі жүрген театрлардың көбі, сол Тұрсынбек сияқты балалардың бәрі, Нұрлан Қойынбаев сияқтылар, олардың бәрі сол біздің театрға келгісі келген. Көп нәрсені бізден алып, көп нәрсені үйренді, ауылдың балалары. Ол Бауыржан шоудың театры былай ғой, жастар жасай алады екен ғой деген ұғым берді. Енді өйткені тамашада үлкен кісілер болды ғой. Мына жерде жастар шықты, жастар келді, жас буын. Содан кейін жастар ештеңеден қорықпайды ғой. Сөйтіп жүріп жұмыс істедік біз 93-тен 2005-ке дейін. 2005-те 6-та соңғы концертіміз болды, содан кейін тоқтадық. 2007-лерде тоқтадық. Содан бастап енді қайда барасың? Ойлайсың, биік таудың басына шықтың да. Онан кейін барып сен тағы да бір басқа тауға шыққың келеді, тау жоқ. Тек қана жазық, төбешіктер. Сен ол жаққа бармайсың ғой. Мен кәдімгі стрессқа кіріп кеткем. Стрессқа кіріп, мынау популярность бар, ел білет, той деген жетет, ақша былай. Жаңағы дүйсенбіден бастап жексенбіге дейін той. Ақтау, Атырау, Шымкент, бармайтын жерің жоқ, бәрі достар көп әлі күнге дейін. Сол волна популярностьпен келе жатырмыз ғой. Бірақ творчество жоқ. Сол бұрынғы адреналин жоқ та, бұрынғы. Шабыт жоқ дейсіз. Шабыт. Бірдеңе жасағың келеді. Бұрынғыдай шапқың келеді. Бұның шабатын қауқарың да бар. Жүрегің да ұрып тұр, денең де мықты. Жасың да жақсы. Енді 40 жас деген не ол? Нағыз жұмыс істейтін кезіңде. Сол кезде тоқтап қалды. Біз алдық та не анда емес, не мында емес. Жер мен көктің ортасында қалып қалдық қой. Бір невесомостьта. Соны қайғырдық, қудық, іштік. Психологқа да апарды менің қарындасым. Енді күнде үйде жоқсың сен. Қаңғып жүрсің, анда кеттің, мында кеттің. Қатты шауып келетқан паровоз резко тоқтаған кезде өзі шықтық паровоздан, ауада қалып қалдық. Не жер жоқ, не басқа жоқ, конкретно ештеңе жоқ. Оның алдында 5-6 жыл бұрын әкем қайтыс болып кетті.
әкем менің мотиваторым, әкем менің жаңағы әйгілі режиссер. иә генераторым сол кісі болды. әйгілі режиссер, сатирик, жазатын өзі кісі. Содан кейін бар сондай бір қиын қысқан кезең болды. Бірақ 10-шы жылы кино басталды менде. Қара шаңырақ деген кино болды. Және ол 100 күн түсірілді, 100 серия түсірілді, жарты жыл түсірді. Жарты жылда сен как будто басқа бір коллективте жұмыс істеп жатқан сияқты боласың да. Жарты жылда мен сол киноның ішінде жүрдім. Ролім антагонист, жаман адамның рөлі болды. Но бірақ мен бірінші кином болды. И то кино болғанда крупный проект болды да. Соны мен ақырындап кино үйрене бастадым. Қайтадан өз орныма келе бастадым. Мен керекпін екен ғой. Кинода да осылай өмір сүруге болады ғой, түсуге болады ғой деп мен киноға кеттім. Содан бастап 2010-нан киноға кірдім. Сонда менде 3-4 жыл не болды. Сахна, әзіл сахнаны сағынасың. Барғымыз келеді, сахнаға жұмыс істегіміз келеді. Ол бөлек қой. Ол осы сияқты, екеуміз сияқты. Залда тұрасың да, сахнада тұрасың да, залда тұрған 1000 адаммен, 500 адаммен тікелей контактта жұмыс істейсің да. Энергия алмасу дейсіз. Энергия алмасу, рахат. Өйткені біз жинап жүріп, онан кейін оны беруге үйреніп қалғанбыз ғой. Ана жерде жинап алдық та беретін ешкім жоқ. Кинода басқа ғой. Сондықтан да сондай жоғалып кеткен кезіміз болды біз. Жалпы Бауыржан шоу театры қалыптаса келгенде қалай қалыптасты? Сізді бірден барлық жігіттер жинап алды ма, әлде бәрі бірлеп келе бастады ма? Жалпы бұл ұйымның энергиясы қандай болды? Қызғаныш көп болды ма, әлде бірден достасып кеттіңдер ме? Бұл жерде керемет таланттар бір уақытта қолайлы жерде кездескен не байланысты. В том месте, в удобное время деген сияқты бар ғой әңгіме, сондай. Бауыржан Ибрагимов тамашадан жүріп, өзінің деңгейіне жетіп, ары қарай өсу керек болды. Ол театр ашпақшы болды. Бірақ коллектив іздеді жүрді. Марат Сақатов менің әкем. Режиссер болды, тамашада жүрді, редактор болды. Сөйтіп жүрген кезде ол да тамашаның деңгейі жетеріне жетті. Үлкен кісілер болып кетті бәрі. 50-ге келген, 40-тан асқан, кәртейе бастады. Сөйтіп оған жаңа бір алаң керек болды. Жаңа опыт керек болды. Тәжірибе жасау керек болды. Бір лаборатория керек болды да әкеме. Бауыржан мен әкем екеуі бір-бірімен қатар жұмыс істеп жүрді. Екеуі кездесті, біреуі мықты ұйымдастырушы, организатор, мықты ақша табатын кісі, ақша ала алады біреулерден. Ақша алу да талант қой. Иә. О кезде, ойла 90 жылы ешкімде ақша жоқ кезде. Әкем сол ақшаға алып келген адамдарменен, Бауыржан ұн, қант, майды алып келеді, әкем содан торт жасайды. Әдемі. Бірақ жаңағы май, қант, ұн Бауыржанда жоқ болды. Сол кезде біз май, қант, ұн ретінде, тұз ретінде біз театральный институтты бітіріп жаттық Тұңғышбай Жаманқұловтан. Сол Әбу Насыр Сериков, Нұржан Тутов, Қуандық Шакыржанов, мен, Қадырғали Көбентаев, Ұлан Нүсіпәлиев, Бақыт Әліпбаева, Нұрбек Мадиев. Бәріміз бір курста, бәріміз Торандот, принцесса Торандот деген, ол юмор мен сатира араласқан спектакль. Біз соны ойнадық. Бауыржан келеді, көреді, сөйтеді да, алады да, осы балалармен жасамайын ба деп бір жағынан ойлайды, сөйтеді да, бірақ байқау жасайды. Конкурс, халықаралық, о кезде всесоюзный деп аталатын. Бүкіл одақтық. Москвадан жюри келеді, кәдімгі үлкен Шароев деген үлкен профессор келеді. Сөйтеді да, бүкіл Қазақстаннан жинап конкурс өткізеді. Біз аламыз да, 6-ауымыз барып қатысамыз да, бірінші орын аламыз. Сол кезде Бәукен келеді да, конкурстың аяғында банкет болады ғой енді. Приз береді, жаңа поздравить етеді, одан кейін банкет болады. Банкет болып жатқан жерде Бауыржан бізге айтты: "Жігіттер, мен театр ашайын деп жатырмын, мен театрыма келіңдер" деп. Ол кезде қазіргідей қазір театр ашу деген мода болып кетті ғой. Аша береді, жаба береді. Ол біз таңсық нәрсе. Бізге театр, Әуезов театры, Мұхтар Әуезов театры, жаңағы Ғабит Мүсірепов театр деген сияқты, Ұйғырдың театры, Кәрістің театры, Лермонтов театрлар бар. Мынандай театр деген ол бізге таңғалатын нәрсе болды да. Келдік, білмейміз қалай бастау керек екен. Эстраданың не екен мұрнымыз ұшымызға келмейді, өйткені біз драматический актерміз, эстрадный актер болу ол бөлек. Сөйтіп майда бітірдік, июльден бастап сентябрьге дейін менің әкем бізді тәрбиеледі.
бәріміз жинап алып, өйткені ол кісі өзі Щукинді бітірген Москвадан, эстраданы қатты жақсы көреді, өмір бойы эстрадамен жұмыс істеген кісі, өзі сатирик, өзі жазады. Сол жарты жылды бізде жұмыс істеді де, әр адамның психологиясына қарап, соған арнап сценка жазды. Әбу Насырға бір бөлек, Қуандыққа бір бөлек, маған бір бөлек, Нұрбекке бір бөлек деген сияқты. Сөйтіп біз жарты жылдай дайындалдық та, содан кейін Шымкентке барып концерт қойдық. Сентябрьден бастап октябрьге дейін. Сол жақта жүріп концерт қойып, программаны обкатка жасадық та, 16 декабрьде, желтоқсанда Темір жол сарайында бірінші концертімізді қойдық. Оған Сара Назарбаева, Әлия Назарбаева, солар келді қонаққа. Ойлаңыз. Неге келді олар қонаққа? Өйткені жоқ қой, бұл таңсық нәрсе, новый нәрсе де бұл. Comedy Club ашқанда бірінші рет мысалы, таңғалады, сол сияқты. Таңғалып бізге келді, мықты концерт болды. Келесісін біз Республика сарайында қойдық. Республика сарайында адам толтыра алмағандықтан, өйткені білмейді ғой бізді. 2800 адам толтыра алмағандықтан біз погран училищенің бастығын, Бауыржан таниды, соның погран заставтың бір 500 ба 600 баласын алып келіп отырғызып қойды сол жерге. Сөйтіп концерт қойдық, телевидение түсірді. Телевидение сол кезде бірінші рет түсірді Дворец Республикада. 3 күннен кейін біз атақты болдық қой. Анау кассеталар таратылып кетті ол кезде, видео кассета еді ғой. 3 күннен кейін біз Қазақстан бәрі бізді біледі. Айғайлап, популярный болып. Сонда талант, ұйымдастырушы, ойлаушы, қоюшы, соның бәрі мықтылар бір жерде кездесіп қалдық бәріміз. Енді мен өзім мықты деп айтып отқан жоқ, мен мықты деп коллективімді айтамын. Әбу Насырлер әлі күнге дейін экранда жүр мысалы үшін. Сондықтан да жақсылар мен жайсаңдар бір жерде кездесіп, ақша жоқ, сабын жоқ, порошок жоқ кез, ойлашы. Ойлайынды. Сабын жоқ деген нәрсе, ол оның жайында басқа қантқа бейді, май жайында айтпай қою болады. Сабын қол жуатын, кір сабын жоқ, кір сабын сатып алуға. Порошок жоқ. Сондай заманда біз театр аштық. Негізі Бауыржанның еңбегін негізі бағаламайды. Расында да сол кезде Бауыржан Ибрагимовтың театр ашқан үшін құрмет орден беру керек. Өйткені ең қиын кезде, ешкімге театр керек емес кезде, театрдан адам ақша таба ма, қой мүмкін емес деген адамдар, не то что театр, базарға аңқып кеткен профессорлар қолдарына мөшек ұстап базарда пияз сатып тұрған кездері болған. Инженерлер жаңағы Қытайға қаңғып сумка аралап жүрген кездері болған. Сондай қатты құлдырау заманда біз театр аштық. Бауыржан Ибрагимовтың арқасында. Мен сол үшін Баукеңді қатты сыйлаймын. Былай айтқанда сізге даңқ пен атақ өте тез келген сияқты. Және де жас болдыңыз, 30-ға келген жоқсыз ол кезде. Жоқ, мен 24-темін. 24-те. Ол мықты балғын шақ қой былай айтқанда. Адам бала әлі психикасы орнық баған. Сонда сіз, мен білуімше, өте тентек болдыңыз. Сол сөзді өте жиі қайталайсыз. Тентек болғанда сіздің баяндауыңызша почти қылмыскер болған сияқтысыз. Машинаны айдап кеткен уақытыңыз болды. Сонда сіздің мінезіңіз бе, әлде бір сондай заман болды ма, әлде неліктен сондай тентектікке әуес болдыңыз? Енді мен өзі шалдың баласымын деп айтамын. Атам мен апам қолында өсті. Мен негізі мынау көп адамдар қиналып, жаңа айқындар айтып жатады. Бір столовойға барып ыдыс-аяқ жуып жүрген кезіміз болды, студент кезімізде біз қиналдық деп. Мен өйтіп қиналған жоқпын. Мен өте қатты бай болмасақ та бірақ біз бірдеңкеден қорлық көрген жоқпын. Тамақ, киімнен. Менің атам мен атам директор болды мектепте, апам мұғалім болды, өзімнің бастауыш класста мен сол кісілердің қолында еркелеп өстім. Оның кейін әкем бір ауданның культурасының бастығы болды. Мамам актриса, интеллигентный семья. Сосын барып үйде киім, кешек деген сияқтың бәрі болды бізде. Тұрған үйіміз де болды. Семейде тұрдық. Мысалы, мен Семейде оқыдым, әкем Семейде Абай театрының режиссері болған кезде. Онан кейін ауылға келдік. Марқакөлде жүрдік. Былғар табыт деген ауыл, мен атам мен апам ауылы, Еркеле, сонда барам. Еркелеп өскен баламын. Кішкентай кезімде. Мен атам келіп зарплатасын алады. Ол кезде соғысқа қатысқан адамдар ғой. Зарплат деген ол кезде айлық деген нәрсе ол санаулы ғой. Сол мен өтіп бара жатамын да, столда тұрған бір пачка ақша тұрады мынандай. 5 рублейді өтіп бара жатып алып кетемін. Сосын пешке тығып қойдыңыз. Алып кетемін де, апарам да, магазинге барам да, маған ирис беріңіз деймін. Ирис ол кезде 25 па 30 тиын тұрады килограммы. Мен 5 сом беремін да, мынаған бірақ ирис беріңіз деймін. Продавец айтады, мына қайдан алдың ақшаны?
қайдың алдын деген кезде мен ұғамын, что мен ұрлап алғанымды. Қайда апарып бере алмайсың ғой, қорқасың. Сонан да шығам да жаңа аламын да 5 сомда аламын да барамын да досымның ойнап жүріп соның пешіне. Жазы күні пеш жақпайды ғой, баланың логикасы ғой енді. Ол кезде газ жоқ. Тек қана пешпен нан пісіреді, мысалы үшін. Пешпен тамақ пісіреді. Содан пештің бір кірпіш шығып тұрған соның арасын тық қоямын да ойнап кетемін. Содан үйге келемін. Үйге келгенде апам магазинге барады. Магазинге барғанда апам айтады: ана сенің балаң келді жаңа. Қолында 5 рублей бар. Бая келсіңдер ғой деп. Қайдағы 5 рублей? 5 сом бар қолында. Компьютерға келді, 5 сомға бірақ бер деген. Апам опа дейді ғой. Енді шал біліп қойса өлтіреді ғой мені. Мен үйде жүрсем апам келеді, ақша қайда дейді. Ақшаны тық қойдым деймін. Қайда? Осындай үйіне. Ананың үйіне қарай келсем түтін шығып тұр ғой мұржасынан. Жазда. Енді үйіне келіп олар тамақ пісіру керек қой пеште енді. Ол кезде газ жоқ, бөлек пісірмайды, сол бір пешпен пісірады. Келсем жанып кеткен ана бақша. Оны таяқ жедім. Сол ұрлық мысалы үшін. Ондай болды. Сөйтіп өстім. Онан кейін барып театральный институтқа да мен оңай келіп түстім. Талантым арқылы, әкемнің жаңағы мені тәрбиелеп, мені дайындаған арқылы. Кеп театральный институтқа түсіп кеттім, оңай түстім. Әкем мен шешемнің арқасында жоқшылық көрген жоқпын. Сөйтіп жүрген кезде театральный институт біткен кезде анандай командамен мен алдында Бауыржан Шоудың театрына түсем. Театрына түскен кезде бүкіл Қазақстан 91 жылы біз театр 93 жылы аштық. Ол кезде нағыз рэкет пен братваның кезі. Қасында тек қана мынандай движение, базар ашылып жатыр. Ақша жоқ, бірақ базарлар бар. Жігіттер келді, кеттік дейді, анда кеттік, мында дейді, мысалы үшін. Сөйтіп жүрген кезде әрине есіресің. Еліресің. Өзі итак басында ми жоқ, а мына жерде сенің атағың келіп тағын қайтқызды. Сондықтан да мынау кейбір кезде балалар қазіргі әншілер бір еркелеп жүреді ғой, жаңа біреулер тойдан бір дұрыс өлең айтпай қалып таяқ жеп жатады. Біреулер жаңа машинесімен жаңа ішіп алады да милицияға бой бермей, оны таяқ жеп жатады. Мен оларды көргенде сыртынан қараймын да күлкім келеді да. Өйткені өзімді жетісіп тұрған жоқ. Біреуді сөгу үшін сен өзің дұрыс болуың керек қой. Сондықтан да олардың жастық шағына осындай жаңағы атақ болып тұрған кезде есіруі ол заңды нәрсе. Өйткені оны халық өздері-ақ еркелетеді. Сол сияқты бұзық болдық, тентек болдық. Жалпы қатты атақ қалай ойлайсыз? Жақсы жері көп пе, әлде адам баласына жат нәрсе ме? Мен ойлаймын, ол сол адамның есеуіменен адамның өзі даналығы тегіне байланысты. Біз енді мен әкем мен шешемнің арқасында мен тегім жоқ деп айтпаймын. Мен тегім тіфай. Әкелерім де, ағаларым да, әкем де, атам да, мұғалім бәрі негізі мықты кісілердің бірі. Мынау енді Димашты алайық мысалы үшін. Елірсе сол еліреді ғой. Одан артық қандай адамға атақ керек мысалы үшін. Дүние жүз бәрі біледі. Миллиондаған ақша келіп жатыр. Кеше мысалы суға миллионды апарып бере салды. Ол жоқ болса қайдан алып береді ол? Мысалы. Елірсе сол-ақ еліреді ғой. Жүр ғой елірмей-ақ. Әбәдем тәрбиелі. Мен мысалы үшін Димаштың марқұм атасын да білемін. Өйткені мен жиеннің тойын өткіздім асаба ретінде Ақтөбеде. Сонда атасы мен апасы болды. Марқұм атасы тірі еді ол кезде. Сонда отырған кезде мені сөйлеп жатырмын ғой енді. Той жүргізіп жатсам, сонда атасы мені шақырып айтады: "Әй, отыршы бір. Аузыңда шаршамаған жерден тесілген екен, отырып кішкене демалбашы" дейді маған. Сонда керемет кісілер. Сонда қарадым да, енді әкесі мысалы үшін, мамасы, ол тәрбие. Кішкентай кезден бастап біз анау баланы еркелетіп жібереміз ғой. Баланы еркелетуге болмайды. Ол 4-5-ке дейін еркелет баланы. Онан кейін барып баланы қатты ұстау керек. Мен сол қатты ұстамаған адамның бірімін. Еркелеп кеткен. Сондықтан да қатты атақ Құдай береді. Бірінші өзіңнің талантың, екінші ол сенің тағдырың. Соны берген кезде соны қабылдай алудың өзі бір үлкен талант. Біз енді ондай болған жоқпыз. Сәл уақыт өте келе есіміз кіре бастады да, артымызға қарап, аяғымыздың астымызға қарап. Анау біз атақ келген кезде біз тек қана былай төбеге қарап кетеміз ғой. Аяқ астында адамдар бар ау деп біреуді басып өтеміз, біреуді теуіп өтеміз, біреудің үстінен аттап кетеміз мысалы үшін. Пендешілік дейсіз ғой. Иә, оның бәрі ол мынау бастағы кішкене түйсіктің бермегендігінен. Сіздің ең бір өкінетін жағдай бар ма сол
93 пен театрдың аяғына дейін бір болған мүмкін оқиға бар шығар. Есіңізге алғанда қазір қап дейтін мүмкін бір жасап қойған нәрсе бар ма екен? Енді менің өкінетін нәрсем сол демалысқа, сол жылтырға, қызғыршынға, маңайдағы өтірік қолпаштаған достарға уақыт бөліп өткізіп жіберген уақытыма ғана өкінем. Жасаған нәрсеме өкінбеймін. Өйткені мен ойлаймын, мысалы даналардың көбі, біз енді ондайлар емеспіз. Даналардың көбі Мұқағали, Шәмші, мысалы мен үшін үлкен мықты кісілер. Әнуар Молдабеков, сол жаңа Құман ағаларымыз, Тастанбек. Қазіргі Аллаға тәуба тірі жүрген осы Асанәлі әкелеріміз. Олардың бәрі тентек. Олардың бәрі өмірлерінде біреуді ренжітіп, немесе біреу арақты қатты ішіп, тойлатып, сөйтіп жүріп, жаңа біреуге қатты айтып қойып, ол талантпен, мұны табиғи талантпен қатар жүретін мінез ол. Мінезсіз адам көп нәрсеге жете алмайды. Сондықтан да ондай мінез болғаннан кейін, ол сондай болғаннан кейін, сондай ол тентек болу керек. Сен әдемі, тәрбиелі, күшті болып жүріп, халықтың ортасына жүріп, жаңа үлкен шығармалар шығарып, жаңағы ол мүмкін емес. Енді Нұрғиса аға тілендиев қандай әндер жазған, мысалы, қандай музыка жазған. Әлі күнге дейін ондай музыка, ондай ән жазған композитор жоқ, мысалы. Шәмші Қалдаяқовты әлі күнге дейін айтып келе жатырмыз. 60 жыл болды. Әлі күнге дейін айтып келе жатырмыз. Классика. Жоқ қой. Вальс шыққан жоқ қой содан беріне. Вальста шыққан. Bir жыл айтылады, 2 жыл айтылады, онан кейін ұмытылады ол вальстар. Бойында арыстың, немесе жаңа кешікпей келем деп ем деген әндер, ол әлі күнге, өйткені, бірақ солар тентек болған. Енді Шәмшіні ішпейді деп кім айтады, мысалы. Темперамент. Іште сыймай жатқан. Енді ондай керемет талант нәрсе жай адамнан тумайды ол. Сондықтан да олар солай тентек болу керек, хулиган болу керек. Бірақ Димаш өте әдепті ғой, мысалы үшін тентек емес, өзін ұстай алады. Иә. Бұл енді заманға байланысты нәрсе. Димаштың мінез құлқы және қатты контрольда жүргені ол да ұстайды, мысалы үшін. Енді мысалы біздің Бауыржан шоу жүрген кезде мыналар жоқ болған. Телефон сотовый болмаған. 2000-дарда шықты бұл. Мына экран түсіріп алу деген сияқты, мына подкаст қазір ол мүлдем болмаған. Біз қазір кәдімгі лабораторияда жүрген крыса сияқтымыз, артистер. Сен күнде сен мынаның бұған салмасаң тағы жаман, салмасаң сені салып жібереді. Мен енді қатты атақты кісі емеспін. Бірақ мына туған жеріме барған кезде, бір ресторанда, кафеде отқан кезде міндетті түрде маңайыма қарап отырамын. Димаш деген ол үшін, сол үшін басқалар қарап жүретін, жұмыс істейтін адамдары бар оның. Онда баруға болмайды, мына жерге отыруға болмайды, мына істеуге болмайды деп. Сондықтан да мен айтпаймын Димашта мінез жоқ деп. Бар ода мінез. Оны кейін естиміз ол мінез, бар екен ғой, өстіген екен ғой, бүйткен екен ғой деп, мысалы, оны естиміз ол мінезді. Ол мүмкін емес, ондай еңбекпен адам нервничать етеді, мысалы, таңертең кешке дайындалу керек. Бір күн кеше Шанхайда болды, онан кейін бүгін ол Голливудта өлең айтып жатыр. Арасында 20 сағат ұшу керек, самолет үстінде ұйықтау керек, тұру керек. Ол адам, нерві. Сол кезде ол қасына жүрген көмекшілеріне айғайлай жіберуі мүмкін, ұрсып жіберуі мүмкін, мысалы. Бар ғой. Сондықтан да мен мысалы үшін сөйтіп жүріп, мен қана Өскеменге барғанда жақында қораға кіргем. Балалармен бірге аң аулап, қыстың күні аралап келдік те, шаршап келдік. 23 февраль. Жігіттер айтты, кафеге барайық деп. Кафеге барғанда кафеде отырды олар. Мен звондап шақырды класстастарым. Класстастарға бармасаң, не? Қора. Сонан кейін барып шақырды. Кіріп баратқанда бір 2 жігітпен суретке түстім. Түрім шаршап тұр енді. Бүйтеп құшақтап суретке түстік. Өздері қоймай қойды, аға түсейікші деп. Сонан кейін барып, бір 5-6 күннен кейін ғой деймін. Суретті TikTok-тан көрдім. Мынау іші баған ешкімді танымайды деген сурет. Ол видео болса жарайды, мен мас болып жүрсем жарайды, иә? Ішпейді емес, ішем анда-санда. Бар ондай қылығым менде.
бірақ жаңағы несі суретке түсіріп алды да маған, мынау адам танымайды, ішіп алған деп тиктокқа салып жіберген. Қалай ренжімейсің, қалай ренжімейсің, ана жерде бауырларым еді ғой, өскеменнен өзімнің бауырларым, келіңіз аға суретке түсейік, мен барған жоқпын қастарына, өздері келіп суретке түсті. Сонда менің кінәм қандай? Мысалы менің кінәм бармау керек еді ол жерге, шаршап тұрып. Оны Димаштың қасындағы сияқты біреу айту керек еді. Болмайды, любой причинамен мен жібермеу керек еді сол жерге. Менеджер дейсіз ғой. Иә. Ол жерде сен жаңғызсың, сенің қасында жүрген көмекшім жоқ, ондай мен атағым жоқ. Жарайды деп, аналардың көңілін қалдырмайын деп бара саласың. Сөйтіп қораға кіреміз. Бірақ менің ол жерде атағым, атақтығым, мен танығаным кінәлі емес. Ол жерде менің бармай қоюға миымның жетпегені кінәлі. Яғни өзім. Ол балалар да кінәлі емес. Олар енді аттар шыққысы келіп, салып жіберген шығар, хайп жасағысы келген шығар. Сондықтан да мен оларды да кінәламаймын. Бірақ кішкене өкпем бар. Жалпы сіз хайп деп кетіңіз, сол хайп деген нәрсеге қалай көзқарасыңыз? Бүгін мысалы үшін жаңа телефон әрқайсысында Инстаграм дейсіз ғой. Атақ шығару өте оңай болып кетті. Және де сіз бір сұхбатыңызда өте дұрыс айтып кеттіңіз, мен ойланып қалдым. Сіз айттыңыз, киноға түскен адам міндетті түрде актер емес. Ол жаңағы өз мамандығын ішінен білу керек. Жаңа тракторшы сияқты, тракторды шашып тастап, қайттан жинай алатындай нағыз маман болу керек та, әрбір болтегін, винтигін білетіндей. Бірақ ондай адамдар қазір аз. Мысалы үшін кинода түсіп жүргендердің көбісі ол тамада кешегі блогерлер. Жай подписчиктері көп, киноға шақырады біреу. Шамалы деген актер болып шыға келеді, шамалы деген артист болып шыға келеді. Хайп дейсіз, соған жалпы көзқарасыңыз қандай? Енді мысалы үшін Байзақованы ал. Иә? Кезінде кеуденің бәрін ашып тастап суретке түсіп жалаңаш болып аты шықты да. Бір күнде шығып кетті. Иә. Сөйтті де сонымен кино түсті. Оны апарып киноға түсірді. Қандай кино білесің бе? Жоқ. Вот. Бұларды однодневник дейді, одноразовый дейді. Иә. Аты шығады, иә, оны сол үшін шақырады, киноға түседі. Бұның бір жағы бар, егер де оның басына миы болса, ол актерский оқуға бару керек. Соны оқу керек та, тым болмаса бір жылдық оқуын оқу керек. Сонан кейін барып соған кәдімгіше дұрыстап қарау керек. Енді сен адамды емдегің келеді, врач болғың келеді. Бірақ сен барасың, адамды емдеп кетпейсің ғой сен. Температурасы көтеріп, мен де кішігірім врачпын, мысалы үшін, үйде. Температура көтеріп тұр ма, аспирин беремін. Іші өтіп жатыр ма, левомицин беремін, мысалы. Бітті оның арқай білмеймін. Бірақ ол левомициннің басқа денсаулық, басқа организмге, бауырға, бүйрекке зияны бар ма екен, мен білмеймін. Бірақ мен емдей аламын, кішігірім. Бірақ емдеу үшін мен тым болмаса бір жылдық сол бір медицинаның курсына баруым керек. Мысалы, сол сияқты салыстырмалы айтқанда актерлікте сондай, шеберлікте. Кейбір мысалы үшін КВН деп атсың, жас балалар деп атсың. Расында да бір киноға, бір рөлді, бір образды жасағанға оңай. Күшті болады, қызықты болады, ойнағаны керемет. Бірақ басқа киноға, трагедияға, мысалы үшін юмористі салсаң, немесе трагедияда ойнап жүрген адамды юморды, әзілді ойнатайық деп соған алған кезде, сол кезде сүріне бастайды. Сол кезде сасқалақтай бастайды. Сондай нәрсе болмас үшін бәрібір ол оқу керек. Енді мысалы үшін кім неге түстік? Кино белгісіз батырлар деген киноға түстік. Былай енді кішкене идеясы бар. Расында да тек қана Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай деп айта береміз, бірақ солардың маңайында да батырлар болды ғой енді. Солар кішкентай ғана адамдар болды, балалар да болды, отанын қорғайын деп жүгіріп жүрген мысалы үшін. Сол сияқты батырлар және кино түсірілген. Сонда көбінесе КВН-нің балалары ойнады. Бірақ ішінде актерлер мен актрисалар бар. Араластырып жіберген. Соны ойындарын қарап отырсам, актерлар, актрисалар аналар жауып отырады. Немесе мына актерлардың жетпей қалған жерден КВН-дер өздерінің әзілдерімен жауып отырады да. Бір араласып жатқан бір калейдоскоп. Бірақ егер де бөлек соларды ғана қалдырсаң, анау кәдімгі бардак болайын деп тұр да кино. Өйткені психологический жерлерінде кішкене ойнай алмайды. Ойнағысы келеді ол. Ар жағында түйсігі бар, бірақ актер ретінде шығара алмайды да. Диапазон. Иә. Жете алмай қалады. Шауып келе жатады да, қарқын жете алмай қалады да сол жерге келген кезде мысалы үшін. Сондықтан да соны жеткізу үшін оны
Мысалы үшін бір нәрсені ойлау үшін жылап бір переживать етіп адамдарға жеткізу үшін ол үшін көп өнер керек емес. Бірақ расында да ана актер неге кинода отырған, залда отырған адамға қаншама грамм драма керек, қаншама жаңа грамм юмор керек. Тура беру үшін дозасын аптекадай, беру үшін ол үшін оқу керек. Оқу сол үшін ғана керек. Ол мамандық дейді, профессионализм дейді оны. Сол балалардың мен қарсы емеспін. Менің кино деген ол менің жекеменшік өзімнің ғана үйде қалтама салып жүрген нәрсем емес. Ол КВНщиктер қазір мысалы көп кино түсіріп жатыр. Неге кино қаптап кетті, болмайтын кинолар бар дейді. Ол болу керек. Киноң жақсы болып көру үшін жаман кинода болу керек. Салыстырма болу керек қой. Сен енді базарға барған кезде бір лоток алма тұрған кезде соны көрінгенін ала бермейсің ғой. Сен де таңдап аласың. Сондықтан да оның ішінде жаман алма болу керек, жақсы алма болу керек. Жақсысын таңдап алу үшін. Егер де ең ыңғай жаман алма болатын болса, бірақ алма жоқ болса, аласың ғой сен соны. Сондықтан да жақсы да жаман да нәрсе болу керек. Жаманнан жақсы іріктеліп шығады. Іріктеліп шығады содан. Кино демекші, сіз бүгінгі күні осы 11 сәуір Афган киносы тұсаукесері болып жатыр, премьерасы болып жатыр. Өте керемет кино, трейлерін қарағанда маған өте қатты ұнады. Сонда сіз басты рөлдің біреуін ойнайсыз. Наркотиктің үлкен көлемі қай жақтан келіп жатқаны белгілі болды ма? Мынау Халидтің көмекшісі. Кеше олар қалаға келді. Бірақ біз оларды ұстай алмай қалдық. Ақпарат бойынша Халид Қазақстанға үлкен көлемде есірткі жібермекші. Мне нужны самые лучшие разведчики, которые были за речкой. Енді не шаруа? Ауғанстан. Біз сенің әкеңмен жас адамбыз. Сен біз көрген Афганды көрген жоқсың. Афган ол тозақ. Город держит в ладони. Все у него уши, глаза. Если просыпет, что-то плохого услышит. Это смерть. Ой, сен қорқыта берме, айтсайшы. Афганистан, Пакистан, Сирия, бітпейтін шытырман. Зря ты пришел в мою страну. Тебе повезло, что ты остался жить на войне. Но сегодня ты умрешь. Бітін жан-жал, бомбалар жан-жан. Не істеушісіздер мына жерде? Өзің не істеуші? Көттерін тазалап жүрмейсіздер. Көтке тиіспе. Көтіміз тағынан шықпай. Жігіттер, ел үшін айырайықшы. Как говорится, казак, афган, португан. Күреске кіре бермей, стойкада рубецтендер бар ма? Мен киноның режиссері Ерасыл Байболмен әңгімелескенде ол айтты, съемка процесі өте қиынға соқты. Мен білуімше, сіз Түркия мен Сирияның шекарасында көп түсірдіңіз. Яғни жаңа экшн, өте жаңағы төбелес сияқты сценалар өте көп болды. Яғни сізге де ауыр соққан сияқты. Сол жайында баяндап берсеңіз, неліктен қиын болды? Бұл жерде анау көтіңе қарап көсіл деген әңгіме бар да. Немесе аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сияқты. Сондай бір қиыншылық болды. Ол таза физиология. Өйткені мен 57-тегі жігітпін. Менің рөлімді ойнап атқан адам ол күндіз түні тренировкада жүрген, спорт залда жүрген, 40 жастағы, 45-тегі жігіт болу керек та, мысалы. Енді менің жасымда болса да, ол күнде таңертең жүгіру керек, күнде таңертең спортпен жүрген адам болу керек. Мен темекі шегемін, спортпен заниматься етпеймін, вдруг сондай адам рөлін ойнадым. Сол кезде физиологияна қиын болды маған. Жүгіру, тау-таста жүгіру, көшеде жүгіру, алысу, төбелесу, құлау. Онан кейін шаң тозаңның ортасында мәшіне айдап, автоматты киініп алып таудың ішінде жүгіру деген сияқты. Соның бәрі тек қана сол жағынан қиналдық. Тіпті буындарымыз кетіп қалды, мен 2 тізем кетіп қалдым мысалы үшін. Онан кейін барып обезболивающий салған кезіміз болды. Өйткені сен контрактқа жаздың,
ер азаматсың сен. Бізде өз қазақтардың актерлары еркелемейді көп. Бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым, жоқ, мен 2 күннен кейін түсем, мен қазір ауырып тұрмын деген сирек кездеседі бізде. Сондықтан да бізде жаңа айтады, міне киноға түсіп жатырмыз. Экранның жаңағы камераның алдынасың, жүгіріп келетін, құлаған кезде мысалы аяғыңды ауыртып алдың, буыныңды ауыртып алдың, иә. Сол кезде болды, мен үйге барамын деп айтқанның орнына киношниктер сол сені аямайды. Ол келіп айтады, аға, давайте обезболивающий салайық, кино түсіріп ары қарай қалай бұрды деген кезде сен оған көнесің да. Негізі көбу керек бізде. Америкада, Европада ондай емес қой. Иә. Бізде сондай. Сондықтан да сондай бір қиындықтар болды. Бірақ енді сондай бір қатты қиындықтар болған жоқ. Шыдайтын қиындық болды. Өзі Алла тағала адамның өзі екі иығына өзі ғана көтеретін жүк береді ғой. Onlar саған жүк бермейді негізі. Сондай жүкті бізге сол кезде кинода берді. Бірақ әр съемка болған сайын, әр түсірілім болған сайын қонақ үйіне келіп демалғанда біз рахаттан демалдық. Рахат. Шаршап келесіңдер. Бүгін күшті болды деп. Алла, аяғым, айбай деп таңертең тұрғанда үсті басым бәрі ауырып, деп завтракқа барғанда тамақ жеп отқанда тамағыңды ақтағаның жаңағы режиссерлерге баға қалың қалайды екен. Нормаль деп қойып жаңағы күшті деп. Бірақ өзің ішіңнен өстіп жұмыс істеп жатырмын ғой, Құдайға тәуба деп. Айт десем, оңай болса, мысалы, таңертең тұрасың, тамақты жегің келмейді. Өйткені бірден кейін сен рахаттануың керек қой. Сондықтан да рахаттандық. Жаңа сен трейлері мықты екен дедің ғой. Киносы трейлерінен де мықты. Өйткені трейлерінде бір төбеле соғыс құлау деген бергенде, кинода ішіне драма бар, мысалы үшін. Таңертеңнен кешке дейін Димашты қайта Димаш айта берді қой. Таңертеңнен кешке дейін, мысалы үшін опера дейікші. Операны ести беру мүмкін емес. Арасында жайында естуің керек. Кинода сондай. Таңертең кешке төбелес қырқыс атысты көре бергенде жалығып кетесің. Мысалы Джон Уик деген фильм бар ғой. Мен бірінші сериясын ғана көргем, қалғандарын басын көріп, ортасын көріп, аяғын көрсең де болды. Қалған бәрі төбелес, қырқыс, бауыздау, жаңағы ату, пышақ салу. Одан да жалғасың ғой. Мына жерде драма болу керек, юмор болу керек, әзіл, драма бәрі араласу керек та. Киносы одан да жақсы болды. Жалпы өзіңіздің ең сүйікті кино қайсысы? Бір 5 киноны атап шығыңызшы. Мен негізі кинолардың ішіндегі актерына байланысты көремін киноны. Содан кейін барып режиссерына. Енді бәріміз сондаймыз ау деймін. Мен мысалы Гай Ричидің киноларын жақсы көремін. Жаңағы «Карта, деньги, два ствола», «Большой куш», «Джентльмены», сосын барып жаңағы бір орыстың миллионерін «Гравити» деді ғой, ұмытып қалдым ғой. Рок-н-ролльщик. Ой, қандай кинолар, иә. Және оның киноларында бір актерлар түсе бермейді. Бір актер болады, қайталанып андысына кеп қалатын. Бірақ енді мен мысалы үшін Стэтхэм сол кинодан шыққан актерлардың бірі. Ол кино болмаса оның аты шықпас еді мысалы үшін. Сол сияқты біреу мысалы Стэтхэм жақсы көреді, мен жек көремін оны. Ұнамайды маған. Бір-екі киносын көрдің, болды, ары қарай болды. Альфред Хичкоктың киноларын жақсы көремін мысалы үшін. Жаңа айтқандай рок-н-ролльщик маған қатты ұнайды. «Джентльмен», мен қазір актерларға айтамын. Сен актер болғың келсе, бірінші ана «Джентльмендағы» актерлардың бәрін аттарын қарап ал да, солардың киноларын көр деймін. Содан кейін «Джентльменді» көр. Сол кезде образмен қалай жұмыс істеген аналар керемет, мүмкін мүлдем ұқсамайды бұрынғы киноларында мысалы. Онан кейін жаңағы «Полет над гнездом кукушки» деген фильм бар. Мықты фильм. Джек Николсонның. Соны жақсы көремін. Онан кейін жаңағы «Молчание ягнят», Энтони Хопкинс, гениальный актер. Соның киноларын жақсы көремін. Дензел Вашингтонның киносын жақсы көремін. «Тренировочный день», «Наркобарон» туралы. «Гангстер». «Гангстер», қалай ойнаған. Сол киноларды, шетелдің киноларын мен қатты жақсы көремін. Өзіміздің Қазақстанның киноларын енді іліп алатын киноны мен өзім демалатын кино, ол менің атым Қожа. Қазір да көремін. Менің немерелерім де көреді қазір. Ол анау классика деген сол. Ескірмейтін кино. Ескірмейтін кино. Оны кішкентай қазіргі сотовый телефонды чағып тастаған бала да көреді ана киноны. Қызығады, қарқылдап күледі. 5 жастағы бала. Үлкен біз де соны көреміз. Сол киноны жақсы көреміз. Содан кейін «Белое солнце пустыни» классика. Орыстардың киносының ішіндегі
ешқандай юмор айтылмаған ғой, прикол жоқ оның ішінде. Мысалы үшін неде анау «Джентльмен удачи» таза приколдан тұратын кино. Немесе «Кавказская пленница» таза шуткалармен, әзілдермен приколдан тұратын кино да. А «Белое солнце пустыни»да ешқандай прикол жоқ ол жерде. Бірақ басынан аяғына дейін отырасында әбден күлесің. Ол актерлық ойынмен берген әзілді. Сондай киноларды жақсы көремін. Сіз жаңа атақты Американ, Голливудтың киноларын атап шықтыңыз. Бірақ мен өзім ойланып отырмын, олардың режиссерлары да өте легендарный адам болған. Мысалы үшін «Пролетая над гнездом кукушки» атақты Милош Форман түсірген, жаңағы «Молчание ягнят» Джонатан Демми түсірген. Нағыз зиялы режиссерлар ғой, мысалы үшін. «Гангстерді» Ридли Скотт түсірген, жаңа «Гладиатордың» несі, шығарушысы былай айтқанда. Сіз қалай ойлайсыз, сіз режиссермен жұмыс істегенде режиссер қандай болу керек деп ойлайсыз? Қандай, не күтесіз сіз режиссердан? Қандай сөз күтесіз, қандай настрой күтесіз, материал қандай болу керек деген сияқты? Режиссер біріншіден ол заң кино площадкада. Заң. Оның айтқаны істеліну керек. Өйткені кино түскен кезде актерлік ойын бір бөлек, бірақ киноның бүкіл қойылғанның бәрі кінә режиссерға түседі. Монтажерға емес, дауыс жазатынға емес, свет қойғанға емес, операторға да емес. Ойбай, оператор қисық түсіріпті ғой демейді. Кино жаман дейді просто актерлар. Көрермен айтады. Мына кино бұл жырақ қой дейді, мысалы. Режиссердің де бұл жырақ екен дейді. Мына киноң жаман екен ғой, дауыс дұрыс естілмейді, звуковиктер дұрыс істемепті ғой деп айтпайды ешкім, мысалы. Сондықтан да екіншіден режиссер ол тиран болу керек. Ол актердан ертең ол актермен отырып тамақ ішемін, ят болады ғой демеу керек, сығып алу керек актерді. Бірақ андай Сталин сияқты тиран болу керек та. Ана жиналыс болып жатқан кезде бір адам түшкіріп қойған ғой. Сонда Сталин айтқан ғой, кім түшкірді деген ғой. Бәрі үндемейді дейді. Бірінші рядты атып тастаңдар деген ғой. Сен тағы да сор, кім түшкірді депті, ешкім үндемейді. Екінші рядты атып тастаңдар деп. Тағы да кім түшкірді десе, үшінші рядтан бір қол көтеріп. Енді атып тастайды ғой. Кешіріңіз, мен едім десе, сау болыңыз деп жиналыс жалғастырып кеткен екен да ары қарай. Сонда бір сөз айту үшін. Сол сияқты актерлермен жұмыс істей алу керек. Мысалы, Ақан Сатаев, иә? Өте керемет жұмыс істейді. Ақан, сосын барып мына Уутев бар ғой, кім? Алишер. Сосын бар кім? Асқар Ұзабаев. Жоқ, Асқарға ризамын. Асқар бар, басын көзің демейді, бірақ береді сол жерде. Ол да жақсы характер негізі. Бірақ актерді анау ойнап жатқан рөлінен артық ойнап жіберуі мүмкін. Қорқып ана режиссердан. Не, так нельзя, вот это же вот так, деп айтса сен эмоциональный өртеніп кетесің. Кім? Ернар, мысалы үшін. Сондай ақырынан келіп түсіндіреді. Вот здесь вот так надо. Бірақ ол өзіндікін істетеді. Мына біздің Афганда түсірген Ерасыл да сондай. Орысша айтқанда упертый да. Қырсықтың қырсығы. Бірақ ана актерлермен әзірше жұмыс істей алмайды. Жас қой өйткені. Мынандай жасау керек, мынаны бүйту керек деп актерға өзінің ойын жеткізе білу керек. Дік еткізіп, жаншып. Режиссер сондай болу керек. Біріншіден тиран болу керек. Екіншіден жаңағы жұмсақ тиран болу керек та. Үшіншіден ол өзінің точка зрениясын, өзінің айтайын деп тұрған нәрсесін тура жеткізе алатын адам болу керек. Бірақ ренжітпеу керек. Енді актерлар нәзік жандар ғой енді былай. Ең ешқандай актерлар нәзік емес ол актерлар. Актерлар эгоист деп айтсаң жарасады. Актер, артист, әнші деген ол дүниедегі эгоизмнің мынандай таудың эгоизм болса, сол таудың ұшында тұрған адамдар олар. Ол менің рөлім, менікі жақсы болу керек деп. Дүние жүзінде бәрі адамдар эгоисттер. Сен де эгоистсің. Қазір суретке түсіп, шөмі суретке түссең, бірінші сен өзің суретін қарайсың. Маңайындағы адам қандай екен деп қарамайсың ғой. Әр адам сондай. Бірақ актерлар, соның ішіндегі артистер, әншілер, соның ішіндегі чемпиондар ғой. Сондықтан да актер әлсіз, актер жоқ. Ол режиссер сығып алу керек одан. Өйткені бұл өнер ешкімді аямайды.
Өнерде аяу деген, өнерде аяушылық деген болмау керек. Театральный режиссерлар, олар кино режиссеріне қарағанда олар енді 100 есе ауыр, 100 есе қиын кісілер. Өйткені олар 2 ай спектакль дайындайды. Сен оған еркелей алмайсың. Ойнай алмайсың ба? Кет театрдан дейді. Саған киношник айта алмайды ғой. Өйткені сені алып алды ғой. Контракт бар. Контракт подписан, сені алып алды. Кино түсіріліп қойды уже 5-6 кадр. 5-6 кадр түсіргеннен кейін сен аласың, жоқ мен ойнамаймын. Ойнамаса кет онда. Мына орнына басқа әкел деп айта алмайды. Вот. Сондықтан да жаңағы Амал жоқ, жұмыс істеу керек. дипломат, дипломат болғанда звер дипломат болу керек қой. Сондықтан да сондай режиссерлер сондай болу керек деп ойлаймын. Сіз бір сұхбатыңызда айтып кеткенсіз, сізге әлі ойнай алатындай бір лайықты рөл жоқ деп. Себебі сіз көбінесе жаңағы юморной, сондай әзіл сықақ, сондай әлі рөлдерді сомдап келе жатсыз. Өзіңіздің армандаған рөліңіз қандай? Кімді ойнар едіңіз? Былай айтқанда. Мен Ганнибал Лектерді ойнағым келеді, мысалы. Демек, жаңағы людоед. Людоед болғанда соның психологиясын. Ол жерде мысалы Ганнибал Лектердің адам жейді, адам бүйтеді деген бермеген ғой. Анау киносының мысалы 90%-інде ол адам жемейді ғой. 90% диалог. 90% соны қалай берген. Сондай психологический рөлді ойнағым келеді. Немесе динамикасы мықты кино болатын болса, мысалы бастан аяғына дейін жанталасып, жүгіріп, тығырықтан шығып, жаңа оны қайтадан тығырықтан қораға кіріп, сондай рөлдер болады ғой. Сондай рөлді ойнағым келеді. Афган сондай ғой енді. Жоқ, Афганда үшеуміз ғой. Афганда үшеуміз бір образ жасағанбыз біз. Үшеуміз бір адамның образы. Ақылды, көңілді және жаңағы батыр. Үш адам негізі. Ақылды ұлан, жаңағы кім, Бикош, Бейнұр, ол көңілді. Мен көзсіз батыр. Барамда кіріп кетем болды. Төбелес боламын, қорқпайсың. Сонда бір адамдар болады ғой, сөйтіп жасағанбыз. Мына жерде мысалы мен бір Мелисаның рөлін ойнағым келеді, следовательдің. Бірде аяп, бірде нет, бірде шышып, бірде қу, бірде төбелесіп, бірде өзің сынып, бірде өмірден түңіліп деген сияқты. Сондай многогранный дейді ғой, жан-жақты бір рөлді болса деп армандаймын. Сондай рөл негізгі сізге ұсына ма режиссерлар? Жоқ, әзірше ұсынып көрген жоқ. Кейбір киноларда, сериалдарда көріп отырамын, бүйтіп ойлаймын, әттең-ай, мына неғып мен ойнамадым екен деп айтып қалған кездерім болды. Мен мысалы тарихи киноларды қорқам. Батыр жаңағы. Немесе солардың қасында жүрген бір жымысқы бірдеңке болады ғой, бір предательдер жаңа сондай болады ғой, мысалы. Енді сол көшпенділер немесе жаңағы кімдер жаңағы біздің батырлар жайында, Жау жүрек мың бала. Жестокий век деген сияқты, мың бала деген сияқтың ішінде сатқындықтың ашпағанда. Мың балада ана баланы сатып жібереді ғой. Таймас. Сонда қалай соған келгенін қызғанышпен келді ғой, қызды қызған кетті. Ол миг. Ол сатқын емес негізі. Ол жерде эмоциональный пендешілік. Соған беріліп кеткендіктен ол сондай болды. Сондай жігіт емес қой. Ана жерде пайда үшін, ақша үшін, жан қалдыру үшін сатқындықтар болды ғой сол кезде мысалы. Мемлекеттің арасында жүріп, ана патшаға да жақсы, мына патшаға да жақсы, бүйтіп жүріп, екеуінің ортасында жүріп, қораға кіргізген, мемлекеттің арасындағы восстание жасап, жаңағы бір ханды орнынан тайдырған адамдар бар олар. Онсыз болмайды. Зұлымдықтың негізі, зұлымдықтың бет әлпеті көп қой. Соның біреуі сол сатқындық. Сол сияқтылар батырлардың қасына жүретін, сондай мысалы образдар болады. Соны ойнағанға, бірақ мен қорқам, өйткені ол тарих. Тарихты сен ойнау үшін сен оны расында да 1% болса сен оны білуің керек. Ол өмірде болу керек ол кісі. Мен болған адамдарды ойнағанға қорқам. Өйткені сен оны дұрыстап зерттеп барып ойнамасаң, оны өтірік ойнау тағы болмайды. Оның тума-туыстары бар. Бізде мысалы жаңағы қазір үлкен өмірде болған адамдарды ойнап жүр ғой, Шәмшін ойнап жүр, мысалы Қаныш Сәтбаев, мысалы Мағжан Жұмабаев ойнап жүрді. Мен енді мысалы Мағжан ойнаған бауырым бар.
жақсы ойнап шықты. Бірақ Мағжан ондай емес ау деп мен ойлаймын негізі. Өйткені көбінесе өзін ойнағанда, ал Мағжан емес. Олар өте терең ойлы, терең парасатты, көп нәрсені ойлап, өмірлерін қиған кісілер ғой. Біз қазір мысалы үшін бір адамды жаңағы мемлекет қырылысып, соны соттап, осы дұрыс айтпапты десе, біз кәдімгіше дүрлігеміз. Ол кезде пачкілеп кетіп атты ғой мысалы үшін. Майлин, Сейфуллин, Есенберлин, Ильясов, жаңа кімдер мысалы үшін. Мағжандар, Байтұрсындар. Пачкамен кетіп жатыр да олар. Қандай адамдар ойлашы. Мемлекеттің басшылары. Қазақты ойлап жүрген. Соларды образ жасау үшін солардың арасында да сондай жаңағы жертва дейді ғой. Сондай неге бару үшін, неге барды? Соны түсіну керек бірінші. Сондықтан да тарихи тұлғаларды ойнағаннан қорқам. Бүгін қай тұлға тарихи болып қалады деп ойлайсыз? Біздің заманымызда сондай тұлға бар ма? Мысалы үшін 50-60 жылдан кейін біз соны есімізге алып, біздің ұрпағымыз есімізге алып, сол туралы кино түсіріп деген сияқты. Саяси болсын, өнер адам болсын. Өнердегі мысалы үшін тарихта қалатын деген, тарихта қалада осы бала дейтін балалар, мысалы үшін Әділ бауырым Астанадағы. Ахметов? Әділ Ахметов? Иә. Әділ Ахметов, Қуандық мысалы үшін. Дулыға Ақмолда тарихта қалады, өйткені олар киноның тарихында қазір іздерін қалтырған жігіттер. Біздің киноларымыз, түсіп жатқан кинолар көп олар. Көп, пашкіта кино тұрады ғой, соның ішінде тұрады біздікілер. Дулығалардың киноларында оларды сенің үйіңдегі мынандай этажеркада тұру мүмкін. Өйткені одан үйренетін нәрселер бар да. Сондықтан да Дулыға, мен білем Дулығаның тарихта қалатын азамат, кейін осындай актер болған, ойнағанды өстіген деп айтатындарын. Мысалы үшін Әділдердің, Қуандықтардың, мысалы үшін. Қуандықты Астанадағы актер. Сәкен кімді ойнады ғой? Қасым Қасеновті. Фамилияларын ұмытып қала бердім солар. Секс символ болу, әдем болып, красавчик болып жүру сахнада ол бір бөлек. Мысалы үшін кім? Олжас, Очоу дейді ғой қазір. Фамилиясы. Олжас мысалы үшін. Әлі ойнаған жоқ рөлін. Ол өзінің рөлін ойнаған жоқ әлі. Ол былай айтқан кезде судың бетіндегі қайықта келетір ғой. Ол сүңгуір қайыққа отырған жоқ әлі. Подводный лодкаға отырып, Марианский впадинаға әлі жеткен жоқ ол. Оның өмірі алда, ұзақ өмір берсін. Сол сияқты актерлар бар мысалы үшін. Актерлардың арасында. Енді саясатта сен маған айтшы, қандай патшаны халық мақтайды? Ешқандай патшаны мақтамайды. Абылай ханды да мақтамайды. Абылай ханды біз қазір мақтаймыз. Өйткені оның тек қана позитив, жақсылығын ғана айтқан бізге. Өйтпай адамдар басын құрған, соғысқа барған, әрине барады ол. Өйткені ол кезде бармаса өліп қалар еді, болды, жаулап алар еді, болды. Ол жерін алу керек болды, ол барды мысалы үшін. Оның да жаман жақтары бар. Мен қарап отырам, Қабанбай батыр, көкем дейді. Ол бізге жерді алып берген, біз сол үшін жақсы көреміз. Ол бізді қазақтың намысын алып қалған жігіт, біз сол үшін жақсы көреміз. Бірақ ойлашы, ол соғыс болды, келді, мына жақта 10 жақта 15 жаңағы не тұр, кигіз үй тұр, оның ішінде кедейлер өмір сүріп жатыр да. Оның жандай шаптары келеді де айтады, Қабанбайға ана бұлақтың қасына үйрете ала отырмыз ашын. Ана кигіз үйді құрдыңдар, ана жерге дұрыс кигіз үй қойыңдар дейді. Олар кедейлердің артынан бір тебетті қоя береді, немесе бастарын жауып тастайды, болды. Ол кірген кезде, Қабанбай батыр кірген кезде ол қаншама адамның басын шапқан, қаншама адамды өлтірген. Олар айтады, былай қанға емес, олар денесінің бәрі қанға олардың. Онсыз болмайды. Мысалы, бірақ оларда тарихта аттар қалған. Жақсылықпен. Бізде енді сол, мысалы үшін, қай патша келсе де ол бізге ұнамайды ол. Назарбаев келді, 30 жыл отырды, 30 жылдың 10 жылында ол жақсы кісі болған. 20 жылында Жексұрын бола бастады, 30 жылда иттің ғана баласы. Мысалы. Ал енді қазір көп нәрсені ашқан жоқ. Бір 40 жыл, 50 жылдан кейін мүлдем ол кәдімгі Сталин болады. Ат тұсау керек еді. Неге жерледі оны деп айтады, мысалы. Тоқаев та сондай. Оның да жақсылықтарын қазір біліп жатқан жоқ.
былай қарасаң ол жақсы жасап жатыр, көп нәрсе жасап жатыр, өткен заманды түзей алмай жатыр. Түйені түзеп жылқы жасау мүмкін емес қой. Ол түйе жасалып қойған нәрсе болды. Ол үшін сен оны түйені бәрін қырып тастауың керек те, жылқыны қырып тастауың керек те, басқа мал жасап шығаруың керек. Сондай тұлғаларды мен мысалы үшін өзгермеш деп айтамын бауырыма, Ринатқа мысалы үшін. Ақын енді саясатқа келді. Саясат деген ол машина. Ол адам турап тастайды. Тістері бар машина. Үлкен мынандай азуы бар. Оның кішкентай азулары бар. Инедей азулары бар. Жаңа көзге көрінбейтін, жаңа ауамен сорып алатын кішкене тістері бар да оның. Машина саясат деген. Білмей қаласың. Расында да мен осында шын айтып тұрмын ғой, осылай дұрыс емес қау дегеннің өзі ертең теріс қате болып шығуы мүмкін. Мысалы, ол сондай машинаның ішіне кіріп кетті. Сондан да мен айтып жүрмін, өзгерме, анда-санда кездесіп қаламыз ғой. Ай, бауырым, бір сөз айтсаң да 1000 рет ойланып айтып көрші, былай кішкене деп. Бірақ енді мен олардың ертең бұзылып, ертең басқа бір адам болып кетпейді-ау дегенге мен сенімді айта алмаймын. Бірақ тұлға болып қалулары мүмкін жігіттердің бірі сол Ринаттар. Ал баяғы достарыңызбен қалай қарым-қатынасыңыз? Мысалы, Жанатбек ағамыз, Нұрбек ағамыз. Енді Жанатбек, ана кім айтпақшы, Еркебұлан айтпақшы, Тоқтар. Ана жылы өзбекпен төбелесті ғой, Еркебұлан Тоқтар. Неде, октагонда. Сөйтіп өзбекті жеңді да, алдында жеңіліп қалды емес бұдан. Реваншқа шақырып жеңді да, ұрды да, ана жеңіліп қалды. Сонда айтып қойды ғой, біз бұндайларды кезінде Айнабұлақта Сушняққа жіберетұғымыз дейді да, оның алдында жеңіліп қалғанын есінде жоқ та, мысалы. Сол сияқты Жанатбектерді біз Сушняққа жүгіртетұғымыз кезінде. Олар братишка, бауырлар олар. Нұрбек, Қуандықпен кеше ғана кездестік. Мына киноларың жақсы екен, жумайсыңдар ма дейді да. Мен мамамды алып келген премьераға. Үйге апаруым керек. Соны алып кеттім да, бірден үйге барып жазып жатырмын. Қуандық, кешірім сұрайым. Кет қаберім, айып етпеш. Ренжімендерші, бірге ой. Жуу дегенде андай емес қой, просто отырайық деген әңгіме ғой. Сондай бір әлі күнге дейін қарым-қатынастамыз. Біріміз көргенде ерекше сағынып тұрамыз. Әбу Нәсір, Мұқасан, Нұрлан, Нұрбек, Қуандық, Нұржан Тутов мысалы үшін, Қадырғали Көбентай, Ұлан Үсіпәлі. Андай бір бауырлар жан жақта жүреді, сосын барып бір тойда кездесіп қалады ғой енді. Кездесіп қалған кезде бір-бірімен бөлек шүйіркелесіп, бөлек отырып жаңағы. Отырғанда да дастарханда мысалы үшін өзіңнің сол Ұланның, Нұржанның, Әбу Нәсір қасы отырып қалсаң, күлкілерінде бөлек болып, әзілдерінде бөлек болып, жинала қалып аналар жамандап жаңағыдай басқаларды. Сондай әлі күнге дейін сондаймыз. Достарымыз Аллаға тәуба, арамыздан әлі күнге дейін аламызды өтіп көрмеген, ала жіпті аттап көрмегенбіз. Жалпы баяғы Бауыржан шоу қайнап тұрған кезде есіңізге алып сағынасыңдар ма негізі? Ностальгия дейді ғой. Әрине. Сен 18-20 жасын сағынасың ғой. 20 жасында сен қандай едің? Көп нәрсені ойламаушы едің. Орысша айтқанда море по колено. Море по колено. Бір вечерға баратқан кезде үмітпен бара жатасың. Ол жерде кім бар, кім жоқ екен білмесең де қызық болатын сияқты болып тұрады. Кіргеннен кейін барып ана жерде бір-екі қыз отырса, солардың көзіне түскің келіп жаңа әңгіме айтып, өмірде сондай бір бәрі жаңалық қой, маңайың толған. Көрмеген нәрсең, оқымаған кітабың, көрмеген киноң, баспаған жерің, ішпеген суың, ұстамаған қыздың қолы, мысалы. Сол сияқты ол біздің Бауыржан шоу сондай болды ғой. Және бізге Алла тағала сыйға берді ғой оны. Мәңдер, алыңдар, көріңдер, дем алыңдар деп. Біз анау енді өтірік айтпаймыз, шеккен кезде болды ғой балалардың мысалы. Анау анаша дейді, басқа дейді ғой мысалы. Соны шекіп тұрған кезде мейілселер келіп бізбен бірге суретке түсіп кетіп қалатын ғой. Айтпайды, ана бұрқап тұрды ана жердің бәрі. Енді братва жүр қасымызда, давай деп жаңа көр дейді. Сонда жаңа вокзалда әлесің бе, вокзалдың шетінде тұрмыз, жақта, ағаштың арасында. Қасымызға келді де, бір 2-3 милиция келді де, біз ана милицияны көріп деп атырмыз ғой жаңа. Келді де, бұрқырап тұрған жерде. Келді де, жігіттер өзіміз ғой деп суретке алыңдар. Көріп тұр енді, суретке түсейік, суретке түсіп кетіп қалды. Енді ойлай, сондай
жазасыздық, безнаказанность дейді ғой. Әрине еліресің ондайда. Қайда барсаң да сені қонақ күтіп алады. Біз кешкі сағат 10-да концерт бітіреміз. Түнгі сағат 3-ке дейін 2 қонаққа барамыз. 2 қонаққа барамыз. 2 қонаққа барғанда банкеттен сразу, концерттен сразу алып кетеді, үйіне бір қонақ болады. Одан шығамыз да түнгі сағат 1-де барған кезде ұйықтамай еттерін асып дайын отырады кісілер. Сөйтіп түнгі сағат 3-ке дейін сонда күтеді ғой. Күнде 2 күн тамақ, 3 үйде тамақ, алақанын салып жүреді. Артына қолап жүрген қыздар. Ақтөбеде Оралдан концерттен кейін Ақтөбе келгенде Ақтөбеге артымыздан машинамен еріп келеді қыздар мысалы үшін. Пойызға отырып келеді. Енді бір қазіргі кезде автобуспен шетелдің рокерлары жүреді ғой, жаңа автобусқа қыздар толтырып алған, бірге кетіп баратады, өз жолда праздновать етіп, жаңа гостиница кезінде толған достары, жаңағы вечеринка. Бізде солай болды. Бізде түнгі клубтар жауып тастайтын біз барған кезде мысалы үшін. Түнгі клубқа барасың. Қазіргі артистер түнгі клубта пайдалануға тырысады. Ол ән айтса енді, қайраттар келсе түнгі клубқа шақырса, ән айтқызып, жаңағы соған қонақ қылып шақырады. Өйткені ол ақша табу керек. Біз ақшаны ойлаған жоқпыз ғой. Біз айтамыз, клубқа алып келеді, клуб жауып тастайды, толған қыздар шақырып алады. Біз жаңа 10-15 шақты жігітпіз. Сол жерде тойлап, солармен тос айтып, анекдот айтып, қарқылдап, күліп, билеп қайтатынбыз. Таңертең таң сағат 6-7-лерде қонақ үйіне жинала бастаймыз да бәріміз. Жан-жақ алып кететін ғой. Содан кейін барып сағат 11-ге дейін, 12-ге дейін ұйықтап аламыз да, тұрамыз да, әбет ішеміз да, қайтадан концерт қоятын жаңағы сарайға барамыз. Сөйтіп 10 жыл тоқтамай жүрдік қой. 10 жыл кәдімгіше тоқтамай жұмыс істедік. Үйде ары кетсе бір жұма боласың. Айына. 10 күн, ары кеткенде 10 күн. Сол 10 күнде администратор, мысалы үшін Атырау мен Ақтау жасай ма? Жасап біткеннен кейін үйге келеміз. 10 күнде біз демалға кеткенде администратор ары қарай жұмыс істейтінде, ары қарай 10 күнде Астана, Қарағанды, Теміртау деген сияқты қалалар жасап қояды. 10 күннен кейін қайтадан шығамыз. 10 күнге демаламыз, 15 күн демаламыз, қайтадан шығамыз. Сөйтіп кетіп жүрдік. Демек сіз жанұяңызды өте сирек көрдіңіз. Иә, жанұяны қазір де әйелім айтады ғой. Кейбір кезде енді жаңағы Горбатова могила исправить демекші қаңғып кеткің келіп тұрады ғой, қаңғып үйренген адамсың ғой. Сонда айтады ғой, демалатын уақытың болды ғой, қойсайшы мынауың енді. Аңға кетіп қаласың жігіттер, балыққа кетіп қаласың жаңағы шақырған жеріне. Бұрынғыдай күтіп, бұрынғыдай жаңағы қарайды саған бәрібір. Бірақ бұрынғыдай денсаулығың жоқ қой. Барғаннан кейін 2 күннен кейін немереңді сағынасың, 3-ші күннен үйге қайтқың келіп тұрады. Үйге қайтып келесің, үйге келесің, таяғын жеп аласың жаңа әйелінен как всегда. Соған шыдады айтып. Үйді көрмедік, бірақ еске қалатындай топ болдық. Тәтті кез. Иә. Елдің есіне қалатындай, әлі күнге дейін айтады міне. Біз 7 жыл жаптық, қазір 24 жыл. Мысалы. Неге концерт қоймайсыңдар, Бауыржан шоуды сағындық деп. Иә. Мен де әлі күнге дейін қараймын, сол бала кезімдегі жаңа Жанатбектің жаңа проводник болғаны, сосын ана 10-ші вагон. Иә, сосын ана атақты кімнің Қарагөз апамызға 8 мартта бір-бірлеп еркектер келеді, сосын шифонерге тығылып. Ол енді білмеймін, бала кезімде көргенде енді менің күйеуім қызғаншақ деген секілді. Иә, күлкі түгілі бір истерика болды ғой соны көргенде. Мен ойладым, мынандай номерді кім ойлап табатын соны. Бүкіл жері былай айтқанда не айтады, жаңағы күтпейсің да сондай болып келеді. Аяғы да басы да өте сондай керемет жазылған. Әлі күнге дейін күлкінішті деймін да сол. Өзіңе сендім. Мен кеттім, шашын көрем. Мен куда? Курочка, у тебя так... У тебя случай такой, муж развратный, оказывается? Әлеке, табандарын жалтыратындар тез. Күйеуімді өлтірген. Қыздар! Шампанский Сен еркексің! Еркек! Қажайып! Сен еркек! Бізді киімдер! Мен кейде ойлаймын да, сол Бауыржан шоу нағып, сол 10-ші жылдары нағып мүмкін қайтадан жиналып, қайтадан ұйымдастырайық деген ой болған жоқ па сізде? Жоқ, бұл жерде бұл жерде жаңа айттым ғой, біз қалай жиналдық, біз солай кеттік. Бұл жерде кету керек болды. Өйткені
ақша табу керек болды, коммерциялар мықты бастала бастады, жұлдыздардың бәрі үлкен ақша таба бастады. Біз соларға қарап, біз неге ондай емеспіз деген сияқты ой келді. Бір екіншіден Бауыржанның бізге беретіні аз болды уже. Концертпен гастрольде жүргеннен өзі бір уақыты болады коллективтің. Ол мәңгі нәрсе емес. Мәңгілік нәрсе, мәңгілік. Не базар жоқтың балалар. Болды ғой, тынды мысалы. Қазір қарап отырсаң. Қазір адамдар жалық кетті. Мысалы. Бұрынғы сүйіктілер ғана барады да, нағыз фандар ғана барады да оларға. Жаңадан бір бармайды. Өйткені жаңа қойылым қойғанның өзінде де актер сен ескісің. Сондықтан да соны біз ескіре бастадық. Біріншіден халыққа, екіншіден жаңа өзің айтқан сценкалардың бәрін менің әкем жазған. Сондай авторлар. Мысалы үшін Comedy Club'қа 500-ден астам автор жазады екен. Соның ішінен 5 сценка таңдап алады. Мысалы. Ойлаңыз, 500 адамның арасынан қалай таңдауға болады? Бүкіл дүние жазады. Өзбекстаннан бастап Россияға да жазады екен. Мысалы. Соның ішінен сараптап алады да, оларды сараптайтын 12 адам бар екен, редакторлар. 12 редактор бар, ойла. Тәрден кішкенде оқып отыратын. Әрине оларды жаңағы не, оның өзі қазір бітті тынды оларды. Өйткені актерский ойынға байланысты болды. Жаңағы Харламовтар, карибидистер кетті, сонымен бітті қазір тынды. Мен қазір көргім келмейді Comedy Club. Осыны көреді ол. Сол сияқты біздің де кету керек уақытымыз болды. Жанталастық, әрине қойғымыз келді, қайталана бастадық. Бұрынғыдай, жаңа өзің айтқандай, неожиданный, аяқ асты өзгеріп кететін сценкалар жоқ болды. Өйткені сен бір үйде тұра берсең, ол үйдің ана жері сынып қалса, мына жері стенасы құлап қалса, сен оған үйреніп кетесің де. Бірақ сен басқа бір үйге қонаққа барған кезде, ол үйдің стенасы құлап тұрса, немесе краны сынып тұрса, мен мына не істей қоймайды, әбден үй ғой деген сияқты ой болады. Өйткені сен жаңа нәрсені көресің де. Бізде театрда уже үйреніп кеттік. Бірақ біздің команда мықты болды. Сол Месси, Рональдиньо деген сияқты, Рональдо деген сияқты, солардың бәрін, Карлос деген сияқтылардың бәрін жинап алып, бір командаға жинап алып, солардан мықты футбольный команда жасап ойнаса, мысалы үшін, ешкімге бой бермейді ғой, мысалы үшін. Сол сияқты біз бой бермейтін команда болдық. Бірақ уақыты келе, оларда біреу өсет, біреу мынаны жасайын деп едім, мынаны бүйтейін деп едім, күтірлік балаң өсет, мысалы үшін. Балаң уже 15 жасқа келген бала саған қаңғып жүрген әкесіне қалай қарайды, мысалы үшін. Сондай нәрсе болды. Мен білуімше, сіздің ол балаңызбен қарым-қатынасыңыз былай өте жақын деп айта алмаймын. Сіз айттыңыз бір сұхбатта, жаңа атасы мен әжесінің қолында өсті деп. Бүгін қарым-қатынасыңыз қандай? Жақындадыңыз ба? Енді мені әкем еркелеткен жоқ. Мен негізі мына ұл балаларды, немеремді қазір еркелетіп жүрмін. Еркелетуге болады екен ғой деген менде ой, мына немеремде пайда болды. Әкем мені жан машин, пашайым мені, ойынды қапты ғой, сөйтіп қапты ғой деген еркелеу болған жоқ біздің кезімізде. Сондықтан мен білмеймін еркелетуді баламды. Сенің мүфөйді екен, кәне дізен ғана құлақ қапты ғой, ойбай, елжірей алмайсың да балаңа. Іште елжірейсің, қарайсың, бірақ соны шықтыңа шығара алмайсың. Сондай болды менде, әлі күнге де сондай менде. Қазір қалайсың, жақсы ма, бәрі дұрыс па? Немене көңіл күйің жоқ қой деп сөйлесесің мысалы. Немерең болса, не болып қалды? Ну-ка берге деп сөйлесесің. Осы сияқты немерем қазір пайда болды, немереме Құдайға тауба, екі ұлды келін тауып берді, осы баланың балалар ғой енді. Сондықтан да мен баламмен еркелету, емірену, маңдайына сүйіп, құшақтап сүйу деген сияқты менде. Қазір кезде, кейбір кезде бір алыстан келесің ғой, пап қалай деп құшақтасып сүйісіп қалғанда ыңғайсыздан қаласың да. Бір түрлі үлкен кісінің бетіне сүйіп атқан бір түрлі мә сондай. Қызымды еркелетем, қыз ретінде еркелетем. Әке қызын еркелетеді ғой. Иә. Мен білуімше, сіз жолдасыңызбен 34 жыл бірге... 90-да, 89 үйлендік қой. 90-да. 34 жыл біргесіз. Сонда сіз бір керемет сөз айтып кеттіңіз. Ұзақ жаңағы брак дейміз ғой. Ұзақ бірге өмір сүрудің несі, жаңағы кепілі махаббат емес.
Сенім деп айттыңыз, сенімдік. Махаббатты айтып кететін болсақ, махаббат уақыт өте келе қалай өзгереді? Өше ме, керісінше бұрқырап гүлдене ме? Қалай ойлайсыз негізі? Енді махаббат деген ол негізі ол физический, эмоциональный нәрсе. Мысалы бір қызды көрдің, сүйіп қалдың оны. Онсыз өмір сүре алмайсың сен. Онан кейін барып, ол сенің қолыңа жеткен кезде, сенің махаббатың сол уровеньде қалады. Ол саған өмір бойы сыйған махаббаттан ары қарай сыйластық басталады. Сен оны сыйлай бастайсың. Сенің сол махаббаттағы сезімің сол қалпында қалады да, сенің сыйластығың сол махаббаттың сезімді қоршап, мынандай жауып тастайды. Панцир сияқты. Нетпей. Онан кейін бар, егер де оны сенің шешеңе сөйлеп, немесе өзіңе нетіп, жаңағы қаныңды ішіп қайта-қайта ете беретін болса, ана махаббаттың шытынайды, ақырдап шытынай бастайды да, сөйтеді бір кішкентай кусочек құлайды, бір бөлшек тағы құлайды, сөйтіп болады, келеді да, сөйтеді да құлайды да, мүлдем кетеді де, сен одан ары қарай жек көрінішті адам бола бастайсың. Бұрын өліп те жақсы көрген адамды, қалай мен мына дураны жақсы көргенмін, неге оттын деген сияқты ана сезіміңе қайтып бара алмайсың. Мысал үшін мен Гуля деген класстас бір қызыма ғашық болғам. Мектепте жүргенде, 9 класста. 10 класста 2 жыл ғашық болдым. Бірақ үйленген жоқпын, ол басқа бір жігітпен жүріп жүрді, оның өзінің несі. Бірақ мен сырттай ғашық болдым, барып айттым, мен сені жақсы көремін деп айттым. Бірақ ол әскерден келген кезде айттым. Бірақ маңайындағы достарым біледі ғой, олар айтып қойған ғой оған. Бірақ оның өзін жақсы көретін кісі бар. Мен сол махаббатын қалғанда мен соны сезем, білем. Мынандай кішкентай сезім. Көрген кезде ана Гүләға сондай бір жылулығым бар да. Бірақ ол менің әйелім болған жоқ, ол мен оны сыйлап, немесе ол мені жақсылық жасап, немесе ол мені жек көретіндей маған повод болған жоқ та, ол аятларда біреуде жүрді. Сол кішкентай сезім қалғанда, сен сол сезім арқылы сен сыйлайсың. Әйеліңе, үйленген әйеліңе, оны соны алып шығу керек. Ол сенімен бірге. Сол үшін махаббат деген нәрсе ол бір эфемерный, бір какой-то бір ауада тұрған нәрсе ғой. Сол ұстап қалу керек те. Соны сен және әйелің екеуің жабылып жүріп соны қорғауларың керек. Махаббатты құртатын ол күйкі тірлік. Махаббатты құртатын быт дейді ғой кәдімгі. Ақша, бала туады, оны асырауың керек, оның жұмысың бар, әйеліңнің жаңа тірліктері бар, өзіңнің жұмыстарың бар, онан кейін бар, әке-шешең бар, қайын жұртың бар, тойың бар, похороның бар, басқа деген сияқты өмірдің мынау толқып атқан, ұрып атқан өзені, сол сенің кішкентай ғана махаббат деген қайығыңды анда да лақтырады, мында да лақтырады. Сол кезде сен соны алып жөндеп үлгеруің керек те арасында, өмірдің арасында. Соған уақыт бөле алмайсың сен. Махаббатыма уақыт бөлейінші, бүгін кешке таман кафеге шақырайыншы деп, әйелін кафеге шақырып бүйтіп отыратын адамдар бар. Бірақ ол адамдар, мен көрім, білем ол адамдар досына деген махаббаты, баласына деген махаббатына уақыт бөле алмайды. Сен арнайы әйеліңнің махаббатына уақыт бөлу қиын. Сонда да мен сенім деген сол ғой. Ол саған сену керек, сен оған сенуің керек болды. Қызғаныш деген болады, мысалы үшін. Мен өте қызғаншақ адаммын. Эгоистпін ғой өйткені, собственник. Сол қызғанышта сен барып, мысалы үшін, әйеліңе ұрысып, ұрып жібере жаздап жаңағы, айғайлап, бачыт болып, қызғанып, сол қызғанышыңды өршіте берсең ары қарай. Өршіте берсең. Өршіте бересің, и так, еркек солай ғой, фантазировать етіп жүреміз ғой. Өршіте беретін болсаң, ана махаббат ол өледі. Сол сенің қызғанышыңды өшіру ол әйелдің мақсаты. Ал әйел ары қарай қырсыға берсе, ол өрши береді, одан кейін тағы да махаббат шытынайды. Мысалы, сол сияқты әйел орнына келтіріп отыру керек. Сен оған сенуің керек. Өйткені бізде әйелде де, еркекте де амал жоқ сенбестен басқа. Сен сүйіп қосылдың ба, сен оған сенуің керек, және сенем деп өзіңді сендіруің керек. Өйткені бір әйел айтқан ғой күйеуіне, мен еркекпен болғың келсе, сен менің іш киімімді өзің шешіп бересің деген ғой. Шешпеймін мен деген, шешіп бересің. Жоқ, шешіп бересің деген. Өйтіп туалетке барса, жоқ. Көршісі мен әйелі, көршісі әйеліне өйтіп қарапты да, туалет жақты көрсетті. Әйелі оны үйлеп отыр екен. Сөйткенде екі қолың ғой. Сөйтіп күйеуіне айтқан ғой, мен туалетке барып, ішкім шешіп берші деген ғой.
болды ғой. Өзі ақ шешіп берген киім. Ана туалетке барғанда көршімен болып қайтып келген. Мысалы. Сондықтан да сен жақсы көрдің бе? Айттың ба, сенуің керек. Ал егерде сеніп жүріп сен ол алдайтын болса, өміріңде сен соны көрсең, көзің жетсе әрине. Біреудің айтқанынан емес, телефоннан звондап сіздің әйеліңіз анамен жүріп жүр екен ғой дегеннен емес. Өзің көруің керек. Ұстап көріп, көзіңмен көргенсең, онда сенде басқа амал жоқ. Ол сен соның құлы болып кетуің керек, сен онымен ажырасуың керек. Сенім қарым-қатынас демекші, бүгін бүкіл Қазақстан әлемді де десек дүрліктірген Бишімбаевтың ісі. Күнде көріп жүрміз, оны тіпті сериал сияқты болып кетті. Оның соты әлі біткен жоқ, немен аяқталатыны да тіпті белгісіз. Сіз соған көзқарасыңыз қандай? Себебі бүгін қазақ елі былай екі лагерге бөлінген сияқты. Кейбіреулер айтады, жаңағы салтанаттың өзі кінәлі дейді. Себебі соған тіл ұзарып бірдеңе айтқан дейді. Көбісі Бишімбаевты жаңағы пожизненно берсін деп жатыр. Мүлдем түрмеде шіріп өлсін деп тілектері сол. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Неліктен біз мысалы үшін ажырасудан екінші орында тұрмыз бүкіл дүние жүзінде? Жаңағы бытовой насилие дейміз, үйде ұрып соғудан да алдыңғы қатарда келе жатырмыз. Неліктен қазақ елі 30 жылда сондай бір үрейлі статистикаға әкеп соқтық біз? Жоқ, мысалы саған ит үрсе, сен оны өлтіресің бе? Немесе соғасың ба? Жоқ, қашам. Қашасың, немесе үрет, дейсің, кетесің. Ал ит қауып алса, сен не істейсің сен? Сен оны ұрасың. Сен қорғануың керек. Мысалы. Бұл жерде солай. Бұл жерде одан бір керемет бір сенсация жасап, сериал жасап, керек емес онда. Ол адамды өлтірді, факт. Оны жай өлтірді ме, әлде қолап жүріп өлтірді ме? Мысалы, аяқ асты адамды өлтіріп алуы мүмкін. Мысалы, бір ұрдың құлады, мына жақпен құлады, мынаған столға, мысалы, нечайына. Өл қалды. По неосторожности, смерть по неосторожности деген бар. Мысалы, өл қалды. Бұл жерде енді құдай бәрі тұр ғой, факты тұр ғой, енді ананы өлтірді, ол жатты өлейін деп. Оның өлгенін қарап отырды, мысалы, қанша уақыт тосты өлгенін. Бұдан артық қандай зұлымдық керек пе, түсінбеймін. Адамды өлтірді болды. Оны сен соттауың керек. Бір, екіншіден, ол сөйлейді ол. Тілінен тапты дейді, мысалы үшін. Көріп отқан ағайын, қайсыңның қатының сөйлемейді? Маған жазып жіберіңдерші, мен сақатып алмады деген. Сөйлемейтін әйел бола ма? Әйел не істейді? Әйел соға алмайды, ұра алмайды, тістей алмайды. Қаруы. Оның қаруы тіл. Тілсіз жау дейді. 40 бәленің, 50 бәленің 49 тілден, мысалы. Әйел сөйлеу үшін жаралған ол. Еркек жұмыс істеу үшін, соғысу үшін, отан қорғау үшін, ұясын қорғау үшін, баласын қорғау үшін, әйелін қорғау үшін туғанбыз біз. Сөйтіп жаратылғанбыз біз. Біз бүйтіп айтады ғой, не болды қатын құсап ұрысып деп айтады. Мысалы. Қатын, әйел ол сөйлеу үшін арналған, ол сөйлеу керек, ол сені шағып алу керек, тістеп алу керек. Ол сенің қаныңды ішу керек. Бар біздің үйде бір айдақар сөйлейтін, мысалы үшін. Менің мамам, әкемнің, мысалы үшін, ұрысып сөйлеп, таңертеңнен кешке дейін мысалы ұрса бермесе де, уборка жасап жүрген кезде ұрсып алады тұғын, сөйлейді тұғын, мысалы. Оның мамасы күйеуін ұрысқан, оның мамасы, ол әйел ол. Табиғаты. Табиғат сонда. Енді сол үшін мен түсінем, егерде ол жаңа салтанат қолына пистолетпен келіп алып тұрған кезде, анау пистолеттен қашып, балта жіберіп, маңдайына қатып тастаса, мен түсінем. Сөз үшін енді адамды ұрып өлтіріп, онан кейін барып тосып отырып, онан көріп келге звондап, енді не деген мынау енді нағыз зорлық. Негізі бізде, мен ойлаймын, өте қателеседі. Бізде ату жазасын, өлім жазасын кіргізу керек бізде конституцияға. Біз жөнмейміз. Біз неге Қытайдан тауар сатуды, немесе бір экономика, немесе бір жақсы бірдеңе ойлап тапса, соны үйренгіміз келеді. Америкадан үйренгіміз келеді.
Ал енді өзіміздің заңымызды орнына қою үшін біз не ату жазасын, өлім жазасын кіргізіп осы жағына үйренбейді біздікілер. Неғып үйренбейді? Бізде өлім жазасы болды ғой, ата бабаларымыз кезінде болды. Жаман адам өлтірсе, бір жаңағыдай қатты ауыр жазаның бірі, мысалы үшін аттың құйрығына байлап сүйреген кездері болды. 2 атқа 4 атқа байлап жан жаққа жұлып кеткен кездері болды. Түйенің үстіне байлап, мысалы үшін сол Құнанбай ағамыздың, көкеміздің вердикті, мысалы үшін сол кезде болды ғой. Түйенің үстіне жатқан түйеге тартып тұрып аяқ қолын байлайды да, түйені ордан тұрғызып жібергенде мойнын үзіп жібереді, болды. Өлім жазасы ғой. Немесе жаңағы қатты бұзылған қыздарды аяқ қолын байлап жерге қойды, үстінен бір отар қойды қоя бере салады. Өлім жазасы ғой. Таспен ұрып өлтіреді. Өлім жазасы ғой, мысалы үшін. Болды ғой. Бізде өлтірмейді ғой, бізде рахат, бізде шанс береді. Миллиардтап ұрлап кетесің де, түрмеге отырасың да, 3 жылдан кейін барып, жақсы отырды, күштетті. Айналайын, андай ақшамен мен де отырамын. Жақсы камера, жақсы тамақ, жақсы кино, арасында қыздар келіп тұрса, достарың арақ жіберіп тұрса, сотовый телефон қолда, тек қана ешқайда шыға алмайсың 4 стенаның ортасында. Тәртіпті болып өмір сүрді дейді да, шығарып жібереді. Шанс бермеу керек. Бірақ оны бір жамандығы ол жазықсыз адам өліп қалуы мүмкін. Мысал үшін. Соның да бір судебный суд юриспруденциядан оны ойлау керек бізде. Юриспруденцияда. Қалай соны доказать ететінге дейін жеткізе ме, ату жазасына бұйырып соның уақыт бола ма, мұнан дәлелдеу үшін деген сияқты, мысал үшін. Адамға шанс беру керек қой қалуға. Но мына жерде шанс жоқ қой енді. Өлтірдім деп тұрса ол. Өз қолымен камерадан бәрі көрініп тұрса, өлтірген деген бәрі не болса. Ал енді қатының сөйлер екен деп өлтіре беретін болса, онда әйел қалмайды ғой Қазақстанда. Мысалы. Бұл бір екіншіден негізі әйелді ұрып соғу ол амалсыздықтан ол. Ішкі әлсіздіктен. Ішкі әлсіздіктен оны оқпайды ол, оқпайтын қатын оқпайды бәрібір. Қанша саба, басынан сен оны ұр, салтанат сияқты өлтіріп тұрса, ол бәрі ұқпайды ол. Мысал үшін сол кезде ішіп алған дейді, мысал үшін. Ішіп алсын, не болып тұр ішіп алсын? Ішіп алды ма, басқа болды ма? Кім ішпей жатыр? Мен түсінем, егерде салтанатты жаңа бір нақсүйері болды деді ғой, мысал үшін. Сол нақсүйердің үстінен ұстап алса, сол жерде жүріп жаңа аффектпен өлтіріп тастаса, за болып. Өлтіру үшін саған 1 секунд уақыт керек, адам өмірін үзу үшін. 1 секунд тығып алу керек, болды, өлді. Немесе басынан бір ұрдың, өлді. Но ана сияқты қаншама уақыт өлгенге дейін тосып отыру, ол енді адамның қолынан келмейді, ана бар ғой. Звер ғой кәдімгі. Түріне қарасаң, қой аузынан шөп алмайтын жігіт қой. Мен сенбеймін, сашын ана жігіт сондай деп. Сенгім келмейді, өйткені өте керемет жігіт қой анау. Спайы. Таза Ганнибал Лектор ғой. Мысалы. Мен үшін. Мен қарап отырдым ба, Ешімбаев Лектор ғой кәдімгі. Күліп отырып, үндемей отырып, адамның етін жеп отырып, әңгіме айта береді. Мысалы. Мен даттағым келмейді, бірақ Құдай сақтасын. Орыстарда бір жақсы сөз бар ғой, от сумы и от тюрьмы не зарекайся деген. Одан ешкім қашып құтылған жоқ. Тағдыр ғой. Но бірақ енді рас солай болатын болса, бұл енді таза ақымақтық. Мен соңғы қояр сұрағым, біздің жастарға не айтар едіңіз? Қазір енді 20-дан жаңа асқан жастар, эстрадамен өмірін қосқысы келетін жастар, немесе басқа мамандық болсын, өмірін енді бастап келатқан адамдарға сіздің мына 57 жасқа сол шыңнан не айтар едіңіз? Енді қандай болсаңдар да сол нәрсені шын сүйгеннен кейін барып жасаңдар. Бізде қазір су деп жатыр, жер сілкінісі деп жатыр, мал шаруашылығы деп жатыр. Сен маған көрсетші баланы гидромелиоратор болам деген, немесе веттехниктің оқуын оқиын деп едім деген, зоотехник болам деген баланы көрсетші маған қазір. Жоқ. Біз отанды қорғау үшін бәрі әртіс болып, немесе бәрі киноактер болып кету, ол дұрыс емес. Сондықтан да өз жерімізді ойласақ, бірінші мен қыздарға әсіресе
енді басыңда ми жоқ болса мен оған айта алмаймын, бірақ сәл түйсігің болса, ең бірінші ол ана болуға дайындалу керек өмірде. Келін, ана, бір ошақтың басын ұстайым дегенге дайындалу керек өмірінде. Профессия, бай болам, миллионер болам, ана мұна деген нәрсе ол келеді. Ол бойында, миың, бойында күш қуатың болып тұрса, сәті келсе, мысалы үшін аэроқуды бітіресіңдер, бірақ әйелдің өзінің предназначениясы, мақсаты өмірге алып келгендегі ол дүниеге бала келу, мысалы. Соған дайындалу керек. Күнде таңертең тұрып дайындығы емес, енді іштей, морально. Сондайға дайындалған жүрген адам, мен ойлаймын, көрінген нәрсені ойламай, қуып жүрмей, ночной клубта арақ ішіп жүрмей, үсті басын бәрін тесіп, татуировка жасап алмай деген сияқты не ғой нәрсе. Соның бәрі қазақилыққа келмейтін нәрсе. Ал ер азаматтар, сіздер енді жігіттерге айтарым, сендер өз ошақтарыңды қорғап алатын керемет азамат болуға дайындалыңдар. Соған дайындалсаңдар, соның ішінде оқу да бар, оның ішінде физиология да бар, оның ішінде психология да бар, оның ішінде үлкенді сыйлау бар, оның ішінде баланы тәрбиелеу бар, бәрі соның ішінде. Сонда ер азамат әйелді қорғаймын деп, өзінің ошағыңды қорғаймын деп өссе, қыздар сол ошақты көркейтсем, ешкімге жұлып кетпесе екен, сол ошақтағы ынтымақпен берекені алақанда ұстап жүрсем деп тәрбиеленсе, жақсы болады деп ойлаймын. Біздің мынау қазіргі кезде бет жыртысып, қырқысып атқан 10 бала үйленіп, соның 8-і ажырасып атқан, оның бәрі анадан келген тәрбие. Ол әкелерге қыздарын тәрбиелемейді. Сен байға күйеуге тей, сен бүйт. Жоқ, оның бәрі қызға. Және негізі қазақ семьясындағы ұрсыз керістің 50% ол әйелге байланысты. Әйелің жақсы болса, айтады ғой, жақсы әйел жаман еркек төрге сүйрейді дейді. Жаман боламыз ғой біз. Бұл жерде сүйрейді деген сөз ғана мағыналы да. Төр, тау емес. Қазақ жай айтпаған ғой, сүйрейді деген. Ол жүрші деп айтпаған, мысалы үшін. Жақсы әйел жаман еркекті төрге қайры уговорить етеді деп айтпаған. Ол сүйрейді деген, мынадан ұстайды, сүйреуің керек сен оны. Сүйреу деген ол күнді айту, бүйті сөйт істей, мынаны былай істейік, мынаны былай істей деп отырып, жұмсақ айтып отырып, жаңа биікке шығару. Алматыға келгеніңізге көп рахмет. Сізге тілерім осындай жарқырап киноэкрандарға шыға беріңіз, киномыз көбейе берсін. Немереңіз сіздің мақтанышыңыз болсын. Әумин. Және 100 жасаңыз. Жиі өсіп кездесіп тұрайық подкасттарға. Өздеріңді айтарым. Осындай нәрсені көбірек шығарыңдар. Дұрыс сөз, дұрыс әңгіме, еститін құлақ болса жетеді. Сондықтан да өздерің мынау ең бастысы біздің қазағымның арасында еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бойымызда күш қуат, денемізде денсаулық болып, патша қандай болатынын білмеймін. Қандай екен де білмеймін. Бірақ адам болу ол өзіңе байланысты. Бай болу өзіңе байланысты. Түрмеге отыру өзіңе байланысты. Қатыныңды өлтіру өзіңе байланысты. Бәрі өзіңе байланысты, содан бастау керек деп ойлаймын. Әр семья өзінің ұлын, өзінің қызын дұрыс тәрбиелеп, әйелімен дұрыс тұрса, әр ошақ басы. Қуып кетпей, наркоман болып кетпей, ақшаның көтіне кетпей болса, жиналғанда бір Қазақстан ғой оның бәрі. Сондықтан да солай болсын деймін. Аман болыңдар.